Баршаңызға қайырлы түн. Бүгін қарыннан салат дайындаймыз. Қарынды алдымен жуып тазалап, піскенше қайнатып аламыз суға. Одан кейін қарынды осылай салонгылық турап қоямыз. Қалған көкөністерімізді осылай майдалап тураймыз. Бұл жерде бізге жуа, сарымсақ, тәтті бұрыш, болгар бұрышы, сосын сәбіз керек. Осылай алдымен май құямыз да тавамызға, майға жуамызды сәл қызартып қуырып аламыз. Оның үстіне қарнымызды саламыз. Барлығы тез-тез қуырылады. Оның үстіне сәбізімізді саламыз. Сәл боқап аламыз да, оның үстіне жаңағы болгар бұрышын, сарымсақты саламыз да, бір ас қасық соя соусын құямыз. Сосын дәміне қарай тұз бұрышын саламыз да, 5 минутқа бұқтырып аламыз. Оны ысылай да, салқындай да ұсына беруіңізге болады. Өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер. Ас болсын.